Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда тауық сорпасын дайындаудың ерекше бір жолдарымен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, егер ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қажетті ингредиенттерді әдеттегідей описаниеге қалдырамын. Тауықтың санетін жақсылап жуып, тазалап, суымызға саламыз. Бір пияз қосамын жақсы дәм беру үшін, және де тұз қосамыз. Орташа отқа қойып, бір қайнатып аламыз. Сорпамыз қайнағаннан кейін сапырып жібереміз де, қақпағын жауып, баяу отта асықпай 1 сағат пісіреміз. Осы аралықта бізге қажетті картоп, сәбіз және де қызыл бұрышымызды ұсақтап турап дайындап аламыз. 1 сағат уақыт өтті, біздің тауығымыз піскеннен кейін бөлек ыдысқа салып, алып қоямыз. Енді осы сорпамызға дүкенде сатылатын Галина Бланка бульонын қосамын. Ерекше бір дәм береді, сіздерге де қосуға кеңес беремін. Жаңағы туралған көкөністеріміздің барлығын салып, араластырып, қақпағын жауып, қайнауға жібереміз. Мен сорпаға Маква фирмасының лапшасын қолданамын. Өте дәмді болып шығады, езілмейді. 3-ке бөлемін ұзын болғандықтан. Қайнап жатырған сорпаға салып, араластырып, қақпағын жауып, 15 минуттай пісіреміз. Біздің лапшамыз пісуге жақындаған келсе, етімізді турап салып жібереміз. Жақсылап араластырамыз, және де ерекше бір жақсы дәм беру үшін дүкенде сатылатын қатырылған стручковый фасольді қосамын. Өздеріңіздің қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Тағы да жақсылап араластырып, 3-4 минуттай қайнатамыз. Сонымен біздің сорпамыз дайын болады. Біздің тауық сорпамыз дайын болды. Өте әдемі және де дәмді болып шығады. Жеңіл сорпа. Міндетті түрде менің рецептімен дайындап көруге кеңес беремін. Егер дайындап жатырсаңыздар, менімен бөлісуді ұмытпаңыздар.